Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына. Расында қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Осы орайда жұртшылық дәстүрлі діни ілімдерді сенімді дұрыс дерек көздерден алып, сауат ашпаса, діни ақпараттарды жаңсақ түсінуі мүмкін. Мұның салдары діни адасушылыққа соқтырады. Мұндай олқылықтарды болдырмас үшін Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Дін істері комитеті мақұлдаған әдебиеттерге жүгінгеніміз жөн. Дұрыс әдебиеттерге жүгінбей, рұқсат етілмеген әртүрлі кереғар діни ағымдардың әдебиеттерін жасырынып оқу, немесе бір күдікті азаматтардан діни әдебиеттерді алып, оларды оқып, оның нәтижесі әртүрлі ағымның желегіне түсіп кетуімен аяқталатын жағдайлар кездеседі. Екінші мәселе, Play Market'тің өзінде де әртүрлі араб тілін оқимын, діни мазмұндағы әдебиеттерді оқимын деп, әртүрлі азаматтар сол әлеуметтік желілерден кітап тартып алып, оқып, аяқ жағы ұзын сақалды келте балақты болып, әртүрлі идеологияның ықпалына түсіп жатқан ол қыздарды да кездесетін жағдайы бар. Қазіргі таңда Дін істері комитеті тарапынан мақұлданған сараптамадан өткен, өзіміздің салт дәстүрімен сабақтасып, Ханафи мазхабы мен Матурidi ақидасының негізіндегі діни әдебиеттерді оқып жүргеніміз абзал. Ал енді Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілмеген әдебиеттерді пайдалану, оларды оқу түбі әкімшілік демесем қылмыстық жауапкершілікке соқтырғанын ескергеніміз жөн. Кітап оқу табыс пен жетістіктің ең басты негізі. Ол адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, сауаттылық деңгейін арттырады. Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұрған ұлы мұрат міндеттердің ең бастысы саналы ұрпақ тәрбиелеу, жас ұрпақтың талабын қанағаттандыру, діни, рухани байлығын, ой өрісін дамытуда ең үлкен де ұлы тәрбие құралы кітап болып табылады.